Геймерлер мен кибератлеттерге арналады. Acer XF250Q ең қолжетімді және ең керемет жиілігі 240 Гц ойын мониторы. Бәріне сәлем, менің атым Айдарбек, ойындар мен киберспорттың фанатымын. Ал камераның артында Алпамыс, ол футбол мен кәдімгі спорттың фанаты. Егер киберспортты ататын болсаңыздар, мүмкін тіпті сүйікті командаларыңыздың жанкүйері болсаңыздар, әлде болмаса бір стримерларды қарайтын болсаңыздар, сіздер білеулеріңіз мүмкін. Дүниежүзілік ойыншылардың арасында ең көп тараған монитор ол Zoe'дің мониторлары. Zoe'дің мониторлары дүниежүзілік киберспорттың стандартына айналған. Және ресми LAN турнирларда сол Zoe'дің мониторлары қолданады. Бірақ, егер мен сондай мониторларды 2-3 есе арзан сатып алуға болады десем, қалай қарайсыздар? Zoe'дің мониторларының бағасы 300 мың теңгеден басталады. Оның өзінде ол жиілігі 144 Гц мониторлардікі. 240-тікі одан да жоғары болады. Мына монитор Белый ветер магазинінде 160 мың теңге тұрады қазір. Оның өзінде сол 160 мың теңгеде бұл пандемияның кесірінен кішкене қымбаттаған түрі. Мен өзімдікін былтыр желтоқсанда 125 мың теңгеге алғам. Бірақ шынымды айтайын, мен де сол кезде бағасын білгеннен кейін бір түрлі қарадым. Сонда қалайша монитор тура Zoe'дікі сияқты, бірақ Zoe жасамаған, бағасы 2-3 есе арзан. 125 мың. Ойлап қараңызшы, 125 мың. Әрине, қарапайым қолданушыға 125 мың және монитор деген сөз екеуі бір-біріне сәйкес келмейді. Не үшін сондай қымбатқа ойын мониторын сатып аласың деген сұрақ туындайды. Бірақ шындыққа тура қарайтын болсақ, кезінде телефондарда арзан тұрған. Айфондарға да солай. Не үшін қымбатқа сол айфонды сатып алу керек деген ой болған. Уақыт бір орында тұрмайды және қазіргі заманда технологиялардың зымырап дамып жатқан заманда көпшіліктің қолында әрине сол қымбат айфондар. Тақырыбымызға оралайық. Мен мына мониторды алардың алдында ұзақ ойландым. Бірнеше себеп болды. Біріншіден, Zoe'дің мониторлары соншама қымбат тұратын болса, мүмкін бір себебі бар шығар, мүмкін сапасы керемет шығар. Әрине, Acer'де кеше ары күн пайда болған компания емес, нарықта жүргендеріне миллион жыл болды. Бірақ шынымен сонша 2-3 есе арзанға сондай монитор алуға бола ма? Сапасы қандай болады екен деген ой болды. Екіншіден, бұл мониторға YouTube'дан бір адамша жасалған видео шолу таппадым. Өзімді уайымдатқан 1-2 сұраққа жауап таппадым. Ол біріншіден, шынымен 240 Гц па? Екіншіден, input lag деген нәрсе. Шетелдік сатып алушылардың пікірлерін оқып, ана жерден мына жерден бірдеңе білуге мәжбүр болдым. Үшіншіден, осы монитор арзан тұратын жалғыз монитор емес. Оның қатарында да бірнешеулер болды. Бірақ оның біреуінің компаниясының кім екенін білмесең, екіншінің астында пікірлері жаман болды. Оның бәрі әрине менің күмәніме де себепші болды. Бірақ бір аптада ойланып, әйтеуір бір көрейін енді. Тест жасап, қолданып көрейін. Ары кетсе, 2 аптаның ішінде мен оны қайттан қайтара аламын деген ой болды. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай, жарты жыл өтті, бұл монитор әлі менің қарамағымда. Мен осы видеода осы модельді сатып жатқан жоқпын. Және осы видеоның демеушісі жоқ. Қазір осындай мүмкіншіліктің бар екенін айтқым келеді. Қазір дүниежүзілік Counter-Strike дисциплинасында біздің жерлестеріміз ойнайтын Gambit, Virtus.pro командалары мықты нәтижелер көрсетіп, біздің жас ойыншыларды шабыттандырып, мотивация беріп жатыр. Солардың турнирларында, солардың үйлерінде тұрған осындай мониторлардың қол жетімді түрі бар екенін айтқым келеді. Дүниежүзілік киберспорттың стандарты болып жатқан монитордың қол жетімді түрі міне. Ал енді мына монитор туралы сөйлеспестен бұрын 240 Гц деген не ол, не үшін ол, вообще не туралы сөйлесіп жатсыңдар деген сияқты сұрақтарыңыз болса, қысқаша айтып кетейін. Үйдегі не болмаса офистарыңызда тұрған мониторлар, не болмаса теледидарларыңыз, олардың жиіліктері 60 Гц. Яғни олар секундына 60 кадр көрсете алады. Мына монитордың жиілігі 240 Гц. Яғни ол секундына 240 кадр көрсете алады. Counter-Strike, Valorant сияқты киберспорттың ойындарында көп кадрдардың болуы шарт. Сол көп кадрдың болуы біріншіден компьютерге байланысты. Бірақ сол компьютер секундына 60 кадр болсын, не болмаса 300 кадр болсын, көрсете алатын болса,
мониторыңыздың жиілігі 60 Гц болса, сіз бәрібір тек қана 60 кадрын көре аласыз. Егер сіз соған үйреніп қалған болсаңыз және компьютеріңіз көп кадр шығара алатын болса, осы жиілігі 240 Гц мониторды қойғанда 4 есе артық кадр көре аласыз. Бірден байқалады. Осындай ойын мониторы мықты компьютердің потенциалын ашады. Бірақ енді компьютеріңіз мықты болмаса, бұндай монитор алудың керегі жоқ, бірден айтайық. Тек қана кейін жаңа компьютер алам демесеңіз. Ал енді монитордың өзі жайлы сөйлесейік. Acer XF250Q. Мынандай қорапта келді. Комплексінде монитордың өзі бар, 2 құрамнан тұратын стойкасы бар, DisplayPort кабелі бар, қуаттау кабелі бар және инструкциясы бар. Диагоналі 24,5 дюйм. Біреулерге аз, біреулерге көп. Монитордың түсі қара, панелі TN, артқы жағында 2 HDMI және 1 DisplayPort ұяшығы бар. Және құлақ қапқа арналған 3,5 мм мини-джек ұяшығы бар. Әрине Zowie-мен салыстырғанда бұның артында ешқандай USB порттары жоқ. Бірақ былай қарасақ, бұндай мониторларды USB порты үшін алмайды ғой. Әрине ыңғайлы, бірақ ойынға ешқалай әсер етпейді. Экраны 1920-да 1080. Айта кету керек, 240 Гц-ті қолдану үшін DisplayPort қолдану керек. Не болмаса HDMI-дың 2.0 нұсқасын қолдану керек. HDMI 1.4 нұсқасын қолданатын болсаңыз, ең көп дегенде 120 Гц жиілікке қол жеткізе аласыз. DisplayPort кабелі өзіне келіп тұрған кезде, неге оны қолданбасқа? Осы монитормен AMD FreeSync немесе Nvidia G-Sync технологияларын қолдануға болады. Артында 2 динамик бар. Динамиктарды бонус деп айтуға болатын еді, бірақ олардың ешқандай пайдасы жоқ. Олардың дыбысы тіптен жаман. Шыны керек, мониторлардың динамиктарын ешкім қолданбайды. Қысқасы, оның маңызы жоқ. Монитор 16,7 миллион түс көрсете алады. Бірақ фото мен видеомен жұмыс істеген кезде цветокоррекциямен жұмыс істеуге кеңес берілмейді. Басқа мониторлармен қалай екенін білмеймін, бірақ осы мониторды уақыт бөліп, қарастырып, баптап алсаңыздар, өзіңізге керекті картина шығарып ала болады. Көрініс бұрыштары жақсы, бірақ бір айтатын нәрсесі бар. Мониторға астынан жоғары қараған кезде үстіңгі жағы қараңғы болады. Бірақ кәдімгі қолданыста ешқандай ыңғайсыздық жоқ. Монитордың жарықтығы керемет. Егер монитордың жарықтығы 1 шаршы метрге 250 кандел болса, ол нормальный болып есептеледі. Жақсы мониторлардікі 300-ден басталады. Zowie-дің мониторының жарықтығы 320 кандел. Мынанікі 400. Стойкасы биіктігін, бұрышын және ориентациясын баптап алуға мүмкіндік береді. Бір нәрсе айтып кеткім келеді. Бұл мониторды Zowie-дің монитормен салыстыра отырып, бағасын айтып отқан кезде, мен Zowie-ды тым қымбат сататын компания деп айтқым келмейді. Айтқым келіп тұрған нәрсе, егер ойыншы жиілігі нағыз 240 Гц мониторды өз көзімен көріп, сезіп, ойнап көргісі келсе, оған бәленбай ақша төлеудің қажеті жоқ. Мынандай қолжетімді монитордың бар екенін айтқым келеді. Сонымен бүгін біз Acer XF250Q монитор жайлы сөйлестік. Өте керемет монитор. Нағыз 240 Гц. FreeSync G-Sync'ті қолдануға болады. Жауап қайтаруы 1 миллисекунды. Жап-жарық монитор және баптауы кез келген ойыншының талғамына сәйкес келетіндей баптауға мүмкіндік береді. Осының барлығы 160 мың теңгеге дәл қазір белый ветерден сатып алуға болады. Мен өзім CSGO, Valorant және Quake ойыншысы ретінде және осы мониторда жарты жыл қолданушы ретінде осы мониторды сатып алуға кеңес беремін. Ал менің атым Айдарбек, бұл 399 арнасы. Арнаға және Instagram мен Telegramға жазылып, лайк басып, бүкіл хабарламаларды қойып, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздер ойын ойнайсыздар ма? Қандай ойын ойнайсыздар және қандай монитормен ойнайсыздар? Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.